Қайырлы кеш. Сәлематсыздар ма ағайын? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мынау тоқылып жатқан опа түстіс көйлектің жалғасын сіздерге көрсетейін. Қазір мен мінекей иығын жауып болдым. Мына қосылған жіп мінекей мына жерде былай болып келді. Иіліп жеңі, міне жағасы. Жағасын арқасын 2 сантиметрдей өсірдім. Енді жағасын жеке тоқимын. Ұзындығы барлығы 97 сантиметр болды. Басына етегінен бастап тоқып келе жатқан кезімде. Енді мінекей мен соңғы тоқып аяқтаған жерім мына жерден, осы жерден бастап мынау иректерден, әрбір тоқылған иректерден жіпті алып, соны жең тоқып бастаймын. Міне мен үш білтегешпен отырып иығын жаптым. Енді ары қарай мен осыны міне мен мынау иығын бірлестіріп тоқып мінекей біріктірдім. Енді мінекей мына бір жіп болып қалды. Енді оң жағына өтіп, енді мен жіп жеңіне жіп қосам. Енді ол үшін мынау әрбір мынау айналған жіптің мына собығынан тізіп аламыз. Мынау бидай сияқты өріп тұрған иректің барлығынан жіпті жеңге тізіп аламыз. Сөйтіп жең тоқылады. Мына жағынан алып қарағанда мынандай ирек болып тұр. Соның әрбіреуісінен алып мынандай бетіп жіп теріп аламыз. Барынша тартып алып тоқыңыздар. Сөйтіп барғай жалғасып кете береді. Мінекей әдем болып тізілді. Енді осыдан ары қарай дөңгелентіп жеңді теріп аламын да, сосын мына жердегі бір жіпті қосам. Бір жіп сол күйінше жаңа су болып түседі. Солайша теріс тоқылады. Және де сол бір жіптің екі жақ жанарынан жаңа кемітіп отырып жеңнің басына жиегіне дейін тоқылып шығам. Ары қарай тағы да күнделік түсіремін. Енді жағасына қандай өрнек салатынын білмеймін. Өрнек салып тоқиын ба, әлде жай қайырылып тұратын жаға қылып тоқиын ба, әлде бірде-бір жаңағындай бір жіп кері тоқиын ба, бір жіп оң, бір жіп теріс тоқиын ба, әлі шешкен жоқпын. Мынау тігіс, мынандай екі жағын қосып бірге тоқыған кезінде мынандай тікіс болып шықты. Жаңағы жеңін, иығын келтірдім. Былай
кертіп отырып иығын келтірдім. Енді ары қарай жеңін тоқимын. Менің каналыма тіркеліңіздер, маған жазылыңыздар. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.